алтын мен күміс туралы ақпарат көп күткен коррекция орын алды. Бәрі негізі осы коррекцияны күтті, өйткені баға өте жылдам хайповый дейді ғой. Сондай баға болды. Мен алдыңғы видеоларда айтқам, перегретый баға, алтын мен күміс ешқашан мынандай ақша тұрмаған. Сол үшін көбінесе соңғы уақыттағы өсімдер басқа алтынның сұранысынан басқа сондай алтынның өсу жаңалығының өзі басқа инвесторларды, жаңадан қосылып жатқан инвесторларды сондай бағаны ары қарай итере беруге әсер етті. Бірақ нарық үнемі өсе бермейді, баға бір жерге барып тіреледі, сосын коррекция болады. Коррекция болғаннан кейін разворот жүреді. Баға кішкене түсіп, кейін бір уақыттан кейін қайтадан мысалға кері разворот жасап қайтадан көтеріледі. Қазір қарап отырсақ, баға 5500-ден 4900-дің көлемінде тұр, 9%-ға түсті деп көрсетіліп тұр. Бұл жерде бірнеше жаңалық бар. Мынау енді алтын бағасы түсе берген кезде, қазір графикті көрейікші. 1 жылдық график және 5 жылдық график. 1 жылдық графикпен көре берейік. Мысалға, $3000 1 жыл бұрын сатып алды үлкен инвесторлар. 1 жыл күтті, баға 5500-ге жеткен кезде, мысалы, үлкен бір инвесторлар сата бастады. Көріп тұр, сұраныс өте жоғары, жаңадан келген, енді қатты білімі жоқ болады ғой бір инвесторлар. Қатты ала бастайды олар, жаңалықты естіп, хайп қуып. Сол кезде, мысалға, продажалар басталып жатыр. Үлкен көлемде продажалар басталды. Бағаның өскені 1 жыл күткен инвесторларға жақсы әсер етті. Олар осы прибыльді, пайданы фиксировать етіп, мысалға сата бастады. Мына жерде қызылмен жанып тұрды ғой, қызыл болып тұрған түскеннен басқа, свечамен қарайықшы. Көп қызыл свечалар сатылым өте көп болды деген сөз. Былайша айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда, сатылым өте көп деңгейде жүргізілді. Көп сатқаннан кейін бағаға да әсер етеді. Өзіңіз білесіз, алтын болсын, күміс болсын, акция болсын, тағы да солай. Енді күмісте қараймыз. Күмісте қарайтын болсақ, 120-дан 85-ке қазір түсіп отыр. 26% көрсетіп тұр. Бұл күміс ешқашан 120 тұрмаған. Көрдіңіздер, сатып алды, баға өсті, сұраныс өсті. Сосын арзан бағада алып қалғандар, мысалы 40-тан алғандар, 120 болғанда табысты фиксировать ете бастады. 1 жылдың ішінде, мысалы 40-тан 120-ға өсті деген өте сондай жоғары көрсеткіш. Қатты қып-қызыл болып тұр ғой. Үлкен суммада сатылымдар болды деген сөз. Сондықтан график осылай көрсетіп тұр. Мысалы, сіздерге графикпен түсіндіретін болса, мен күмісті алдыңғы видеоларда айтқам, өте спекулятивті бағалы металл алтынға қарағанда. Бұл алтынға қарағанда тез өссе, тез құлайды. Бұл көбінесе қысқа мерзімді инвестицияға мысалы жатқызуға болады. Қазір енді ары қарай тағы да бұлдай баға әлі өсе ме, өспей ме, нақты белгісіз. Негізінен тағы бір себебі Американың федеративті резервный системасының, былайша айтқанда қалай, финансовая резервная система дейді Американың. Федеративная финансовая резервная система сол бүткіл Американың қаржы саясатын реттеп отыратын орган. Сол органның басшысы ауысады деген ақпарат шыққаннан кейін, мысалға Американ
именно Американың президенті ұсынған кандидат, кішкене бұрын осының алдында болған басшысынан қаржы саясат политикасын өте қатаң ұстанады. Былайша айтқанда консерватор. Сондай алдыңғы басшыға қарағанда қаталдау. Сол үшін нарықта құбылмалы бола ма, баға түсіп кете ма деген сияқты нарықта паника басталды, бәрі пайдасын фиксировать етіп, былайша жалпақ тілмен айтқанда сатылым басталды. Қазір мен жақсы бағада фиксировать етіп қалайын деген сияқты. Сол үшін баға қызып тұрған кезде күте тұрған дұрыс. Бәрі алып жатыр екен деп алмаймыз. Күтеміз, бағаны фиксировать етеміз. Арзан алдыңыздар ма? Қатты өсімді күтпей, мысалға, егер қорқып отырсаңыздар, ары қарай мен бұны көп ұстамаймын, 3-4 ай ғана ұстаймын деген сияқты да, көрдіңіз ба, онда сата салыңыз. Немесе қымбат алып қойдыңыз ба, қазір баға коррекция болып отқанда арзанырақ алып, бағаңызды орташаландырып, кейін кішкене баға өз орнына келгенде сатып жіберсеңіздер болады. Это сіздердің стратегияларыңызға байланысты, мен ешкімге жаңағы ұсыныс жасамаймын. Алдыңғы видеоларда тұр, мен айтқам, сондай Американ президенті де кішкене сондай, мысалға, оның жаңалықтары қазіргі кезде Американың қор нарығына, биржа нарығына қатты әсер етеді. Акциялар өте спекулятивті болып кеткен, сондықтан именно Американ акцияларына қызығып жүрсеңіздер, Трамп президент өкілеттігі біткенше пока ояққа жоламай тұрсаңыздар болады. Қазақстанның акцияларымен пока айналысып, опыт жинай беріңіздер мысалға. Нарық өте нестабильный, сондықтан кішкене бұлай акцияны бағалы металды алмас бұрын стаканға қарап, кіріп, стакан